Қайда кетті ананың сонда? Анау қайда кетті? Тұрған жоқ па? Айтып отырмын ғой, мен қалай оған тұрмайды. Маған оған тұрмайды. Видео қараймын. Андай ұятсыз видеоларды қарап тұрғыза алам. Сөйт тұрғызамды, сөйт берем оны. Кеттің, біле, буазым қорытпай жатыр ештеңкені ше. Жоқ, өзім не қылам, айтшы, біреудің өмірін құртып не қылам. Өзімнің өмірімді құртам, во-первых. Өзімнің өмірімді құртам, екіншіден біреудің өмірін құртам. Зачем это надо, айтшы? Зачем это надо? Былай, не қылсаң, былай жолдарын іздесең, бар ғой жолдары. Сен өзің жолын іздемей өтсің ғой. Болмайды. Сен осыған үйреніп кеткенсің осы қалпыңға. Любой нәрсен болмайды емес, болуға. Тыңда мені. Менің қасымда жатты қыз. Мені қоздырмақшы болды мас кезінде. Қоздырып, менімен пайдаланбақшы болды. Тұрған жоқ менікі. Тұрса, давно періп алады мені. Айбай, масқара. Қасында қаншама күшті әдемі қыздар жатты. Давно қоздырып, не істемекші болды. Менімен боламақшы болды. Менікі тұрған жоқ. Вообще бола алмадым. Невозможно. Емделси. Емделси. Сізге я в твою мать жапшаусың де. Пошел нахуй. Боқтамай. Емделуге болады ғой, жындығын немен ішінде. Емделсе, далбайпсымай, қалай емделеді ол? Барсай, мужскойға барсай. Неме қылатсың, боқта бе? С мужским у меня все нормально. Если, тыңда, если менің қасында, например, нормальный еркек жатса, прям сақалы бар, жын еркек жатса, ол мені итеріп атқан кезде менікі тұрады. Күшті жат. Жатпай. Патыл, не болып кеттің ау? Когда мені біреу итереді, болды, дым түсінбеді. Неме түсінбесін не дым түсінбеді. Енді түсіндіріп айтып отыр ғой? Жоқ, мені итеріп атқанды itергім кетеді даже. Құрсын ше, емің айта. Өзім ойын қоймай атқан. Мужскойда емес ол әңгіме. Патыл, болды түсіндік, ойбай, масқара, ондайдан білейгей. Мужскойға. Мужскойғаны проблема жоқ ол. Саған енді саған қиын екен саған қиын жағдай ма или қиын деп айтайын, бұнда қандай не айтады, қандай мен өзімде даже жылағам сол кезде. Қасында қасында қыз жатып, ол мені қоздырды да, бірақ мен қозбадым, вообще қозған жоқпын. Сол кезде мен де жылаған, мен Құдайға не істегем, не үшін мен ондай, мен қасында әдемі күшті қыз жатыр, бірақ мен онымен перісе алмаймын. Неге олай деп мен жылап, көзімнен жасым сорғалап аққан прям. Ода қиын ғой, Мен неге бұлай еркек боламаймын адам сияқты дедім да. Вот сосын, менің өмірім осылай қыз болып қалу, жалғыз қалсам да, жалғыз жүрсем де. Енді сен мақұл сол жолды таңдасаң, енді жанай жағында бір бәлі осыға үшін пұл жинаған шығарсың, ауыстырбасай. Болады дейді ғой. Ауыстырып не? Зато дағанса болып жүрсің ғой. Жоқ, Гогуша, өзің қарашы. Мен саған сол жағын түсіндірейін, барлық жаңағы жақ түсініп қойдым уже, ол жағын түсіндірмей қойдым. Енді ауыстыру жағына керек. Хорошо. Қазір ауыстырма по-любому бәрібір. Например? Бәрібір ма? Бәрібір. Ауыстырғанда, вот, менікінің размері осындай примерно, да? Осындай. Ол не размер? Общумның размері осындай. Осыны кесет, бас жағын кесет да, ішіне айналдырып тық береді. Ішіне айналдырып тық береді. Ауыстырғанда... Ауыстырмай ма кесіп? Ауыстырмайды, кесіп ауыстырмайды. Осыны бас жағын кесет да, ішіне айналдырып тық береді. Осылай болады. И потом осылай. Потом ауыстырғаннан кейін ол жазылу қиын болады, кіші дәретке шығу қиын болады. Одан кейін менің размерім осындай ғой, осындай размерлерге мынандай размер сыймайды. Не істеймін оны ауыстырып? Осындай размер сыймаса, не қылмаса, либо мынандай размер керек,
мынандай размерде сыймаса, вот мынандай размерде не істеме оны айтшы. Ауыстырам. Еще, во-первых, өмірім қысқарады. Өмірім қысқарады. Жыл сайын, күн сайын гормональный таблетканы қабылдап отыру керек боласың. Никоны сөйтіп гормональный таблетка ішіп жүр ғой. Ішіп жүр ғой, тоқтамай. Сен күнде соның қасына барып, күнде іш, қабылда, не істе деп, не істеп жүрсің ба? Білмеймін ғой, өзі айтып отырады ғой эфирде. Я гормональный бір бәле деп көрсетіп отырады ғой. Или на показ істеп отырам ода. Сенді мен. Играет, да, он акупорамен играет. Спим, шекпим, ойбай, спим, нет, никогда нет, не буду деген. Мен қайдан білем, оны сеніп, әне жер жоқ па, оны сендердің қандай не киіп, не қылып атқандарын мен қайдан білейін, сөйтіп тұрады екен ғой. Қайдан білейін, суретке бейт түседі, дым жоқ. Қайдан білейін, алып тұстық. Менікі бар ма? Мен инстаграмды көрдім ба, менікі бар ма? Иә, жоқ, сен, мен монтаждық болған жағдақ қойдым сені. Басын залғастың монтаждық. Қазір нешеді бәле бар ғой? Басын қош қойып келесің монтаждық. Бастан өтуді өсек тыңдамай. Бастан лайкты, бля. Басына дәметемін. Бастан айтпай қоямыз, өсек айтпай қоямыз. Айтпай қояқшы, үндемей отырайықшы. Мәссаған, шоқ болдым. Бұлай бар ғой, аңдып өсек аңдып отыр ғой. Не айтады екен бұлай? Деп отыр ғой. Значит, Никонет сондаймен жүр екен ғой. Бәсе, дауысы гүр-гүр еді. Подожди, Гугуша, гормональный таблетка ішетін шығар ол. Ішетін шығар, может быть, да, например. Гормональный, білмеймін, ішкен адамға негізінде ұқсамайды. Если ішетін болса, оның көкірегі дәу болатын еді. Оныкі почти менікімен бірдей. Мен по-любому всегда мен көрсете беремін ғой, всегда жабық киімдерін істеймін, короче, всегда жабық жүремін. Потому что мен ашық жүретін болсам, уже TikTok дүң кетеді, короче. И потом что? И ол еще гормональный ішетін болса, ішетін шығар, хорошо, окей, ішсін, ішпесе қойсын, мен шаруам жоқ. Бас. Снай, дәнектерім, снай! Снай, алтындарым! Снай, айым, талик, атуфана, кетті ана жақ. Алып қойды ғой. Күшті өсек айтам тағы. Давай. Бірде бір теңдік болды. Кімнің